2025 жылғы 28 желтоқсанда Барыс 647 автопатрулі құрамында полицияның аға лейтенанты Каримхановпен бірге түнгі кезекшілікке түстік. Алда мерекелік күндер болғандықтан күшейтілген режимде жұмыс атқардық. Түнгі сағат 3 шамасында көпір аумағында қызмет атқарып, көлік қозғалысын бақылап тұрдық. Шамамен 03:50-де жедел басқару орталығынан шұғыл хабарлама түсті. Жаңа көпірден бір қыз көпірден секірмек болып жатыр екен. Біз бірден оқиға орнына аттандық. Барған кезде қыздың көпір қоршауынан асып түсуге әрекет жасап жатқанын көрдік. Уақыт жоғалтпай оған жүгіріп барып, ұстап алдық та қауіпсіз жерге алып шықтық. Кейін оны қызметтік автокөлікке отырғыздық. Біз жедел медициналық жәрдем шақырып, оны қажетті көмек көрсету үшін медицина қызметкерлеріне тапсырдық. Мен бұл жасаған жұмысымды ерлік деп санамаймын. Бұл менің қызметтік міндетім.